Бүгін пита дайындаймыз. Ол үшін ұн, тұз және ыстық суды араластырып, қамырымызды илейміз. Соңында бір ас қасық сұйық май қосып, тағы да дұрыстап илеп, қамырымызды демалдыруға қалдырамыз. Қамырымыз демалғанша питамыздың салмасын дайындайық. Ол үшін етті жуанмен дұрыстап қуырып алуымыз қажет. Қалауыңызша тұз, бұрыш, кез келген дәмдеуіштеріңізді қоссаңыз болады. Тағы бір ыдысқа қызанақ, қияр, сәбізімізді ұсақтап турап аламыз. Қамырымыз демалды, кішкене бөліктерге бөліп жаямыз. Қызып тұрған тапаға питамызды салып, 15 секунд сайын әрбір жағын айналдырып ауыстырып отырамыз. Сонда питамыз көтеріліп, ішінде қалташасы пайда болады. Дайын болған питамызға салмамызды саламыз. Қалауыңыз бойынша питаға басқа салмаларды салып, әртүрлі пита дайындауға болады. Балаларыңызға мектепке дайындап беруге болады. Ұстауға ыңғайлы және өте пайдалы тағам. Питамыз дайын, астарыңыз дәмді болсын.